Өмірзаядан өткен сұлу жұлдыз болмаған екен. Күллі аспан шырақтары оған сүйсіне қарайды екен. Ал ол сонау бағзы замандарда түні бойы көк жүзінен түспейді екен. Дөңгелек жүзді Көркем-ай өзінің бәсекелесі ретінде Өмірзаяны жек көріп кетеді. Бірде олар аспанда кездесіп қалды да сөзге келіп қалысты. Сосын ашу үстінде біріне бірі тарпа бас салып төбелесті. Өмірзая пысығырақ еді. Ол тырнақтарымен айға жабыса кетті де оның бет-аузын түгел тырнап тастады. Осы уақытқа дейін мұқият қарап көріңдерші, айдың бетінде қара тыртықтар көрініп тұр. Нашар мінез құлқы үшін құдайлар Өмірзаяны жазғырды. Олар Өмірзаяға аспанда қысқа мерзімге ғана көрінуге әмір етті. Оның өзінде көкте басқа шырақтар, не күн, не ай, не жұлдыздар жоқ кезде ғана шығатын болды. Сондықтан да тамаша сұлу Өмірзая көк аспанда жападан жалғыз жарқырап, тек кешкісін күн батқан шақта ғана пайда болады да жұлдыз туар-туылмастан жоғалып кетеді.